Ажырасқан еркек үйін бөліскісі келмей трактормен күреп тастады. Қара шаңырағын қиратты. Атырауда баспанасын бөліскісі келмеген күйеуі өз үйін трактормен күреп тастады. 8 жыл отасқан ерлі-зайыптылар дәм-тұзы жараспай ажырасқан. Сот мүліктерін теңдей бөліп берді. Бірақ бұл шешімге құлақ аспаған әке балаларын қаңғытып жіберіп, үйін өз қолымен қиратып тастады. Қазір қастық қылған әкенің әрекетін полиция тексеріп жатыр. Атыраулық Айнұр Қанатова балаларымен туыстарының үйін паналап жүр. Өткен жылы жолдасымен заң жүзінде ажырасып, сот мүліктерін теңдей бөліп берген. Бірақ күйеуі соттың шешіміне қарамай, балаларына да қимай жылдар бойы қабырғасын бірге қалаған баспанасын трактормен күреп тастапты. Іргетасы қаланғанына 10 жылда болмаған үлкен үйдің қазір тас талқаны шыққан. Тіпті ауладағы шағын үй мен гаражды да қиратып тастаған. Өкініштен өксіп жылаған келіншек бұл жағдай өткен жылы болғанын, бұзып тастағанда полицияға да хабарлағанын айтады. Күйеуі соттың шешімі шығысымен үйді бұзуға жұмысшылар жалдаған. Сүріп тастамас бұрын үйдің шатыры мен есік терезесін шешіп алыпты. Айнұр Қанатова үйді бұзып жатқанымызға 4 күн болды дейді. Масқара ғой, 14 күні соттың шешімі шығады. Сот шешіміне де ешнәрсеге де қарамайды. Бұл не қылған бассыздық. Атырау облысында заң бар ма? Мен қазір кішкентай балаларыммен туысқандарымның үйін паналап жүргеніме жыл жарым болды. 38 жастағы келіншектің айтуынша, осыдан 8 жыл бұрын бір баласымен өзінен 18 жас үлкен азаматқа тұрмысқа шыққан. Ол күйеуінен қазір 2 ұлы бар. Отбасылық айқай-шу үлкен ұлын жақтырмаудан басталыпты. Ата-анасы тірі кезде ұлы солардың қолында болған. Кейін анасы қайтыс болып өз қолына алған. Күйеуі ұлын бауырына баспақ түгілі боқтап, балағаттап, қысым көрсетіпті. Тіпті бұрын полицияда қызмет атқарған қайын-інісі өзіне күш көрсеткенде үйден кетуге мәжбүр болған. Қорыққаннан мәжбүр болдым. Кеттім 3 баламен. Шарбаққа қайным келді. Бұрын ішкі істер қызметкері болған, полицияда істеген. Шарбақтың ішінде мені жерге құлатып, кеудемнен тізесімен басып алды. Үлкен ұлымның телефонын тартып алған. Себебі телефонда баламды балағаттаған, ауыр сөздер айтқан жазбалар бар еді. Соны құрту керек болды. Үйін күреп тастаған азаматты да тыңдап көрмекші болып хабарласқан едік, алайда ол жауап беруден бас тартты. Ал оның бұл әрекетін қазір тәртіп сақшылары тексеріп жатыр. Қазір Айнұр 2 ұлымен аулаға да кіре алмайды. Қираған шаңырақтарын қақпаның сыртынан қарап жүр. Ол құзырлы органдар әділ тергеу жүргізіп, ана мен бала құқығын қорғаса екен дейді.